Бәріңізге қалайтын істемерге мен Нұрғаз бүгінгі видеоға қош келді. Бүгін біздер стандофф 2-ден дейтін күшті видео болады. Яғни мен бүгін осы тұрғанда жазып алып, екінші уровеньге жеткізіп қойдым. Қазір ең қызық болады. Мен команды бойға кіріп қатып ойнайтын боламыз. Бүгінгі цель бізді 5-ші уровеньге дейін жеткізу. Өзім бұрын стандофф ойнап көрмеген соң қолым кіттай дұрыс жаттықты кіттай достар. Өйткені мына ойын прям күшті деп айта алмаймын ондай қатты, бірақ іш пысқанға ойнауға жақсы екен достар. Ашынбайықтарды басып арнаға тіркеліп отырыңдар. Бұл стандоффтан да видео көп шыға болады. Боу, тез. Нормально. Көтеріп тұр ғой, клавиатура. Или Wi-Fi ұстамайды. Құдай достар, не қазір тек отырғанда мен неше тұрғанмын құдай үшін. Мен әлі нөлге жасаппын достар. Мен короче төбеде 17. Ой достар, мынау крысовый жетіп кетті мынау дейік. Крысовый жеткен үшін саған штраф. Біз адам ғой, ой, надо акамен оғатты ма? Сен 90 оғатым, 90 ғой. Мә? Әдемі ме? Мен просто 7 деген өтіп саған. Видео қып кету керек. Ой, оқтап болмайды достар, мен отдаю. Айдин. Сөйтіп жаттау керек. Ой, мен надо оружиемен ойнай алмаймын. Ой, тура тұрған жерден қисатып қойған ше. Соң қайып қалдым ешке. Төртке жасаптың достар, төбеде тұр. Қаяққа келесіңдер? Қаяққа келесіңдер бәріне? Оқташ тез. Крыса артымнан келіп берейін. Слушай, штраф саған. О, молодец, тегін доп. Штрафашын тегізен мұзаққан бар енді. Видео түсіріп жатырмын. Зато мына драуыш қайып. Наш жатшы қосып. Тегізен бұй қалғанын не бәді чек тұрғын? Оқтап болған деген че бұғда бір. Мен 6-ге жетеді. 7-ге жасап келетін. Ой, нормально, ауыз қататын оружие болды. Ой, неге шықтым мен? Крысовый жетіп бара салуым керек болса. Нормально. Мен ажақ ұтып келе жатырмын. Маудап болмайды, жүрінжек кетті. 20 секунд қылды, болмайды. Аса бір оқтап болмайды, бір шынымен өзінше оқтап алу керек екен. Ой, абайым қалай ойнайды. Атылып қалдық достар. Болмайды ғана негізі. Мен 8-ге жасағанмын да. Қойып. Мадайым. Үшінші уровеньге келдік достар. Не алған болатын достар. Поднял уровень, анандай кейс бар екен, соны біреуін ашып жіберейін. Түсіп кетіп. Болса еш не ойнайды. Достар, мынандай кейс бар. Бағана азанда бір кейс ашқан болатын. Ал кетті. Цель бізде
Мал қандай өрген мейлі. Үшінші өрегейді бірде. Ол мына кесін ашу жоқ па? Қалай үшін? Ашқан екен ашып. Қой ойнақ. Амандай бой. О, кіріп отырсыздар. Бір жаңа. О, бастамай жатыр мана карьерлі ой керемет. CSGO'ға жатып алған жайымыз бар иә. Төбеден аспай бәрін қыра беруге болады. Ой, үлкен жатқан адамды алып кетті. Төменге түсу керек болса егер. Қапы кетпейді екен бір жақсы жері. Мына малды қылып берейік ішсене. Ол жақта. Сені қалай ататын атылмай қалып тұрсың ғой менікі. Мына жерде тұрғым. Жаңа. Ай, мына мал. Мына бағана мен крисовый жерді өлтірген адам ғой белгілі. Осы бәрі жағыш. Жаңағы шал өлтірмесе болмайды. Еуроп деген бәле. Жаңа тағы өлтірме мені, басқа бәле. Ой, мынандай әрі өлемен қай ананың түпетсе болғанына ғана жақсы. Або байлапай. Ай, оқтап болмайды ғой. Білем ғой, кес. Ұттық болсар, ес. Победа. Неге ақ келе саған ба? Әдемі болдық прям. Зор болды десем де болады. Маған не беріледі екеніз? Аман достар, удачи, он мынандай көңіл сіберді мейлі. Так, қайттан бастап жіберек достар. Прям зор. Так, кеттік. Осыны решті. Лайктарны басып анаға тіркеліп отырмын достар. Раутер толкает груз по маршруту, если рядом с ним есть игрок, да? Робот не двигается, если около него находятся игроки из разных команд. Робот без груза передвигается быстрее, дейді. Мына жерде көрініп тұрған осы картада. Судың өзі алматпады. Так, тез ататын оружие алып отыр ғой. Өте тез ататын оружие алып отыр. Эй! Мына оружие алып отыр. Груз ба бірден тасуымыз керек пе дейді. Әне ана жақта груз тұр. Секіріп өте салам. Сол еркен істейді. Итер.
be. Ama düşürmedim. Tamam. Bunu azıcık küçük bırak. Çok. Evet, çok zor. Artık içimde. Yes. Şimdi böyle var mı? Yaktırıyorum. Oh, hacım. Ay. No, ısırık var işte var mısın? Bizi yani ısırığı bir kabul ne güzel. Çok. Abi yaklaşık olur. Tık. Ya hatta korkak duruyormuş çıktı. Gidiyoruz. Git. Давай. Azat. Миша, что Миша? Окей. Осымен видео аяқталып енді 5-ші бөлігін жете алған жоқпыз, бірақ өте керемет болды десем де болады. Сол себепті келесі видеода кездескенше.